Сәлем достар, сіздермен Пайдалымын каналы. Бүгін мен сіздерге пластик қасықтан үйге арналған әдемі декор жасап көрсетемін. Ол үшін достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Видеомызға қажетті құралдың бірі жәшік. Жәшікке жақсылап тұрып дөңгелек пішінді сызып аламыз. Жаңағы сызған дөңгелекті жақсылап қайшымен кесіп аламыз, сосын тағы да бір кішкентай дөңгелекті салатын боламыз. Келесі кезекте дәл осындай пішін пайда болу керек. Енді пластик қасықтарыңызды мен көрсеткендей барлығын бірдей етіп кесіп шығатын боламыз. Кесілген барлық пластик қасықты ыстық клейдің көмегімен жан-жаққа жабыстырып шығатын боламыз. Бұл видеоны жасауға 20 пластикалық қасық кетті. Қасықтарды дәл осылай айналдыра жабыстырып шығамыз. Одан кейін, одан да кішкентай пішінді алып, жалғасты дөңгелек қып сызып, қайшымен қиямыз. Келесі кезекте жаңағы форманы алып, қасықтың саптарын соған тілелеп шығамыз. Жеті сантиметрлік қағазды алып, оны үшбұрыштап, бүктеп, видеода көрсетілгендей келесі гүлдерді жасайтын боламыз. Енді гүлдерді әрқайсысын осылай жеке-жеке әдемілеп орналастырасыз. Өз қалауыңыз бойынша әртүрлі тастарды, жылтыр бисерларды орнатсаңыз болады, бірақ менде ешқандай жылтыр тастар, моншақтар болмады, сол себепті мен осылай жасадым. Бұл жерде тағы да 7 сантиметрлік өлшеммен келесі әдемі гүлдерді жасаймыз.
соңында жасалған барлық гүлдерді ыстық клеймен бір-біріне орналастырып шығамыз. Достар, сонымен біздің үйге арналған декорымыз дайын. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.